Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Сәбит Мұқанов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының әлеуметтік желілерін пайдаланушылар. Бүгінгі эфиріміз Алаштың ардақты тұлғасы атты тарихи сағатымыз мемлекет қайраткері Мұстафа Шоқайдың туғанына 135 жыл толуына арналады. Мұстафа Шоқай 1890 жылы 25 желтоқсанда қазіргі Қызылорда облысы Шиелі ауданы Сұлутөбе ауылында дүниеге келген. Алаш қозғалыс қайраткері, Түркістан өлкесі халықтардың азаттық күресі жетекшілерінің бірі, публицист. Оның ата-бабалары Қыпшақ Қошай тегінен шыққан дала аристократтары еді. Мұстафаның атасы Сырдария аймағының Хиуа хандығының билеушісі, ал әкесі халыққа беделді билердің бірі болған. Бастауыш білімді ауыл мектебінде, орта білімді Ташкенттегі орыс гимназиясында алады да Петербург университетінің құқықтану мамандығы бойынша үздік бітіреді. Студент шағынан қоғамдық саяси өмірге белсене араласып, түркі мұсылман студент жастарының қозғалысына қатысады. 1917 жылы сәуірдің 16-21 аралығында Ташкентте өткен Түркістан өлкесі мұсылмандарының бірінші съезіне қатысып, оның төралқасына мүше болып сайланады. Ол Ресейдегі Бірлік туы газетінің негізгі қалаған алғашқы редактор болды. Түркістан өлкесі жергілікті халқының мүддесін қорғаудағы мақсат еткен қоғамдық саяси ұйымдардың қызметін үйлестіру үшін құрылған Түркістан өлкесі мұсылмандарының орталық кеңесіне төрағалық етті. Бірінші жалпы қазақ съезіне қатысып, бүкіл ресейлік құрылтай жиналысында депутаттыққа кандидат ретінде ұсынылады. 1917 жылы қазан төңкерісінен кейін Ташкенттегі жұмысшы солдат депутаттар кеңесі жергілікті халықтың өзін өзі басқару құқығын мойындаудан бас тартып, қарашаның 15 мен 22-сінде өткен кеңестердің 3-ші съезі қабылдаған өлкедегі барлық билік европалық нәсіл өкілдерінен құралған Түркістан халық комиссарлар кеңесіне көшеді деген қаулысын Мұстафа Шоқай нағыз әділетсіздік деп бағалады. Ұлттық қоғамдық саяси ұйымдарда кеңестердің қырына алуына байланысты Мұстафа Шоқай жетекшілік еткен Түркістан өлкесі мұсылмандарының орталық кеңесі Ташкенттен Қоқанға көшіп, одан өлке мұсылмандарының 4-ші съезіне тез арада өткізу ісін қолға алды. 1917 жылдың қарашаның 28-сінде өткен Түркістан өлкесі мұсылмандарының 4-ші съездің төралқасына басшылық етті. Осы съез шешімімен құрылған Түркістан автономиясының 54 адамнан тұратын уақытша халық кеңесі құрамына сайланды және жаңа уақытша үкіметтің сыртқы істер министрі болды. Уақытша үкіметтің төрағасы Тынышбаев қызметінен кеткеннен кейін оның орнына Мұстафа Шоқай ұсынылды. Ол сондай-ақ 1917 жыл желтоқсанда 2-ші жалпы қазақ съезіне қатысып, Алашорда құрамына сайланды. Съез аяқталғаннан кейін Мұстафа Шоқай біртұтас автономия құру тиісті қайраткерлерге жедел хат жолдады. 1918 жылдың бас кезінде өткен Сырдария облысы қазақтарының съезіне Алашорда өз алдында автономия жариялап, Түркістан автономиясымен одақ болса, Сырдария қазақтары Түркістан автономиясына шығып, Алаш автономиясына кіреді деген қаулы қабылдады. Қоқан қаласын большевиктер жаулап алып, Түркістан автономиясын құлатуына байланысты Мұстафа Шоқай шет елге эмиграция кетуге мәжбүр болады. Шетелдік эмиграция жылдарында көптеген қиыншылықтарды жеңе отырып, ол кең ауқымды, терең мазмұнды саяси күрес жүргізді. Керенскийдің діни және Милюковтың последние новости газеттерінде қызмет атқарды. 1927 жылдан Зәки Уәлидің тоғынан редакторымен Парижде шығып тұрған Ени Түркістан журналына ат салысып, Түркістан Милли бірлігі ұжымына жетекшілік етті. Эмиграцияда жүрген түркі мұсылман халықтарының Исхаки секілді өкілдермен жиі араласып пікірлес болды. Оларды Ресейдегі түркі мұсылман халықтарын азаттыққа жеткізу, күш біріктіре әрекет етуге үнедеді. 1929 жылы Яш Түркістанда Түркістан халқының мәдениеті кеңестік биліктің бұл өлкедегі саясаты және екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы халықаралық қатынастар тағы да басқа тақырыптарда зерттеу мақалаларын жазды. 1940 жылы Парижге неміс әскері кірген
кезеңде Мұстафа Шоқай тұтқынға алынып, бірнеше ай концлагерде отырып шықты. 1941 жылы Мұстафа Шоқай Берлиндегі Виктория ауруханасына күмәнді жағдайда көз жұмып, қаладағы мұсылмандар зиратына жерленді. Францияның Ножан-сюр-Марн қаласында қазақ ұлттық өкілдерінің қатысуымен ескерткіш тақта орнатылған. Алматы қаласында Мұстафа Шоқай есімімен аталатын көше бар. Қызылорда қаласында экология университетінде Мұстафа Шоқай есімі берілген. Қайраткердің туған ауылына ескерткіш қойған. Құрметті оқырмандар, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар.